Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ай және күн. Сабақтың мақсаты мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау және төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын, қызметін білу, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру. Бірінші тапсырма 114 бетті ашамыз. Мәтінді оқып тақырып қойыңдар. Негізгі және қосымша ақпаратты анықтап, кестені толтырыңдар. Осы тапсырма бойынша дескриптор бірінші мәтінге тақырып қойды, екінші негізгі қосымша ақпаратты анықтады, үшінші кестені толтырды. Бұған дейін де білетініміздей, сөйлеушінің өз сөзінің ішінде біреудің айтқан сөзін ешбір өзгертпей, сол айтылған күйінде беруін төл сөз дейміз. Ал төл сөзбен байланысты айтылған сөйлеушінің өз сөзін автор сөзі дейміз. Екінші тапсырма. Төмендегі мақал-мәтелдерді қатыстырып, төл сөз және автор сөзінен тұратын үш сөйлем құрастырып жазып, төлеу сөзге айналдыр. Бірінші, таң атпайын десе, күн қоймайды. Екінші, жаңа айда жарылқа, ескі айда есірке. Үшінші, жаңа айдан жақсылық. Естеріңізге сала кетейін, төлеу сөз дегеніміз сөйлеуші тарапынан өзгеріске ұшырап, тек мазмұнын сақтап жеткізу болатын. Ал енді осы сабақ барысындағы кері байланыс жасаймыз. Кері байланыстың аты аяқталмаған сөйлем. Яғни бүгін мен сабақтан не білдім? Мен үшін осы сабақта не нәрселер қызық болды? Маған осы сабақ барысында мына тапсырмаларды орындау оңай болды немесе қиын болды деп жазасыздар. Үйге тапсырма: ай мен күн туралы ертегі құрастыру. Сау, сәлемет болыңыздар.